Сәлем достар, бүгін мен осындай дәмді, керемет тамақты қалай жасау керек екенін айтатын боламын. Ең алдымен окорочканы аламыз да жақсылап жуамыз, алдын артын ішін тазалаймыз полностью. Одан кейін көкөністердің барлығын тазалап алып, жуып бір ыдысқа салып қоямыз. Мен бұл тағам үшін 6 картошка ашыдым және осылай ұзынша турап, оларды осындай бөліктерге бөлеміз. Картоптың бөліктері қатты үлкен де болмау керек және қатты кішкентай болмау керек, орташа болған жөн. Ал болгарский пересті осылай ұзыннан турап, кішкентай кубиктерге бөлеміз. Сол кезде ол тез піседі. Жуаны ұзынша турап, осылаймен салып жібере береміз. Ол ішінде араласып және бөлініп кетеді. Ал помидорды үлкен бөліктерге бөлгенді жөн санаймын. Барлық дайын көкөністерді бір ыдысқа осылай салып жинап қоямыз. Одан кейін окорочканы тураға кірсеміз, окорочканың адам жеуге тұрмайтын жарамсыз жерлерін осылай міндетті түрде алып тастаймыз. Үлкен емес, кіші емес, орташа бөліктерге бөлеміз. Туралған бөліктерін осылай бөлек ыдысқа жинап қоямыз. Осымен бізде барлығы дайын. Одан кейін табаны газге қойып, ішіне сұйық май құямыз. Сұйық майдың мөлшері көп болмау керек және аз да болып қалмау керек. Нақты нормасын сақтап қоямыз. Окорочка бөліктерін қызып тұрған майға саламыз және жақсылап араластырамыз. Ең алғашқы салған кезде мен осылай 5 минут араластыруды жөн көремін және бір жағы піскеннен кейін екінші жағына осылай аударып қарап тұрамын. Табаның бетін жабамызда 15 минутқа осылай қуырып аламыз. Окорочка осындай сап-сары қуырылған болып шығу керек. Осыдан кейін үстіне мана дайындап қойған барлық көкөністерімізді саламыз, тек қана картоптан басқа. Салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Жалпы мен тамақ істеп жатқан кезде осылай табаның ручкасын ұстап алам, сонда маған араластыруға да және шашылып төгіліп кетпеуіне өте ыңғайлы болады. Одан кейін тамақтың тұзын саламыз. Әркімнің жақсы көргеніне қарай, дәміне қарай салынады. Мәселен, нақты бір қатық болған бір ас қасық салу керек деген ондай ереже жоқ. Дәміне қарай өзіңізге ұнаған бағытта сала берсеңіз болады. Жақсылап араластырамыз. 15 минуттан кейін ашқаннан кейін осылай үстіне манағы туралған картошкаларын саламыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Қаншалықты жақсы араластырасыз, ішіне салынған қоспалардың сіңімділігі сонша жақсы болады. Одан кейін мен дәміне қарай осындай ащы бұрыштың біреуін салып жіберемін. Міндетті түрде 2-ге бөлемін. Тағы да дәмдік үшін сарымсақтың бір бөлігін алып 4-ге бөлемін де тамақтың ішіне салып жіберіп араластырамын. Осындай кезде ең қажеттісі ол қара бұрыш. Міндетті түрде қара бұрыш салып, тамаққа ерекше тағы да дәм беремін. Барлығы дайын болғаннан кейін үстіне кішкене ғана ыстық су құйып, қақпағын жауып 15 минутқа бұқтырып қоямын. Міне достар, дайын болған тағам осылай шығады. Көріп тұрғандарыңыздай видеода өте сочный болып шыққан, кәдімгідей аппетитный көрініп тұр. Осылай ыдысқа салып, үстіне жуа турап жібереміз. Одан кейін тағам дастарханға қоюға дайын. Достар, егер видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және каналға жазылып алыңыздар.